Жақсы, саламатсыздар балалар. Саламатсыздар. Орныңыздан тұрайық. Күнделікті өмірде сабаққа келгенде қалай амандасасыздар? Қандай сөздермен амандасасыңдар? Сәлем болсын, жақсы. Енді барынша етене жақын араласу үшін сол қателік дұрыстарын қалай бересіңдер? Келісеміз бе? Жақсы, олай болса, екі адамнан жұптасып бірімізге қарама-қарсы қарайықшы ол үшін. Екі адамнан тез-тез. Біз 18-біз қора келеді, қарадық. Бізде қазір сөздері бар амандасудың, және соны бір белгілі бір іс-әрекетпен қайталаймыз балалар, келістік па? Жақсы, жұптастық па? Жақсы, сәлемді olsun. Бірімізден амандасайық қолымызды. Жақсы. Сен қалайсың? Иығымыздан қағамыз. Иығымыздан қағамыз. Жақсы. Қайда болдың? Құлағымыздан тартамыз. Жақсы. Мен сені сағындым. Қолымызды жүрегімізге қоямыз. Сен келдің. Қолымызды жаямыз. Жақсы болды, бірімізді құшақтайық. Жақсы, тамаша балалар. Енді отырмай тұрып балалар, сабағымызды бастамай тұрып біз реттік сандар әдісі арқылы тез-тез топқа бөлініп алайық. Реттік сандар әдісі бізде математика, тарих сабақтарында көп қолданылады. Бірден 3-ке дейін тез-тез саналып, бірінші топтан бөлініп алайық. Бастай қойыңыз. Бірінші, екінші, екінші, және үшінші. Жақсы. Бірінші нөмірлер қолымызды көтерейікші. Бірінші нөмірлер бірімдер тобына келеді. Екінші нөмірлер қолымызды көтерейікші. Жақсы, алғырға тобына келеді. Үшінші нөмірлер қолымызды көтерейік. Келдіңдер тапқырлар тобына. Тез-тез кітап-таптерімізді алып отыра қарайық балалар. Тарихта бағанда экранда біз оқыған шығу тарихы туралы кім қысқаша баяндап береді? Ол қайдан шыққан екен? Басқамыз кім? Тағы кім? Қобалжымаймыз, тағы кім? Аққуаның шығу тарихы туралы кім қысқаша баяндап береді? Қайдан шыққан екен ол? Сіздерден кім жауап береді? Айтып көріңізші ойыңызды. Қайдан шыққан екен? Бір адамның алғын сағынышын білдіріп, сол өлең аққу әнін шығарады. Тағы сіздің ойыңыз? Рахмет ойыңызға. Ойыңыз айтып көріңіз. Қазір. Аққу әнін шығу тарихы. Ханша өз елін сағынып, сезімін білдіріп, аққу әнін шығарған. Қай елдің ханшасы? Қай елдің ханшасы? Қытай елінің. Ол не үшін бұндай әнді шығарып жатыр екен? Өз еліне сезімін және сағынышын білдіріп, осы аққу жырын жаздырып шығарған. Ол өз елінен қайда кетті? Қытай ханшасы кім ұзатып алыпты? Қытай Гүнмо. Қай ел? Үйсін Гүнмосы. Үйсін Гүнмосы ол Қытай елмен тоғыз болғысы келіп, жарайды. Қай жылы? 7-ші жылы. Біздің заманымызға дейінгі. 7-ші жылдары ол ханшаны 1000 жылқыға алып, және ол ханша елін сағынғаннан кейін аққу әнін шығарған. 1000 жылқы бере отырып, құдандалық дәстүрін жасай отырып, Қытай ханшасы не істейді? Ұзатып алады, өз сезімін білдіріп арқылы ұзатып алады. Содан кейін ханша өз елін сағынғаннан кейін ол аққу әнін шығарған екен. Жақсы, рахмет балалар. Енді келесі бізде балалар. Енді топтық жұмысқа кезек берейік. Жақсы, алдымыздағы постерді ашайықшы балалар. Алдарында постер берілген. Постерді ашайық. Кітаптағы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Так, білімділер тобы, сіздерде қандай тапсырма? Ескеректерді оқиық. Сіздерде есімдері қоғамдық құрылыс. Сіздер 107-ші бет бойынша жұмыс жасайсыздар. Жақындасаңыздар болады. Жақындасаңыздар болады. Жақынырақ келіңіздер. 107-ші бет бойынша жұмыс жасайсыздар.
Үйсіндердің қоғамдық құрылысы. Сіздерде негізгі территориясы көршілер туралы. Бұл жерде сіздерде шашыраған әріптер, яғни дұрыс сөз алу арқылы. Бұл жерде сіздерде бірінші, екінші, үшінші сөздер арқылы нан және дұрыс сөзді сіздер жазу керексіздер. Ал бұл жерде үйсіндердің территориясы. Бұл жерде тақты шашыраған әріптер берілген. Дұрыс сөздер табу арқылы сіздер үйсіндердің территориясын анықтайсыздар. Сіздер 106 бет бойынша жұмыс жасайсыздар. Түсінікті ме? Жақсы. Сіздерде мемлекеттегі әкімшілік әскери басқару жүйесі 107 бет бойынша жұмыс жасайсыздар. Сіздер үйсіндердің мемлекеттік басқару жүйесі қаншаға бөлінген? Соны анықтайсыздар. Және де негізгі халқы саны, әскер саны қанша түтін болды, оны мына бағыт бойынша анықтайсыздар. Мына бағытта үйсін қоғамы қаншаға бөлінген, соны анықтайсыздар. Жақсы ма? Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Орындар бұшасы болуын ойламайсыздар ма? 106 бет бойынша жұмыс жасайсыз. 106 бет бойынша жұмыс жасайсыз. Шатастырмауын ойламайсыз. Тапсырған бізге 4 балл балалар. Болған топ шапалақтау арқылы білдірейік. Аяқтағанымызды. Бітті па? Тамаша. Күте тұрайық. Отыра тұрыңыздар. Күте тұрайық. Сіздер не туралы сөйлейсіздер? Бізде мемлекет басқару жүйесінде ол 3 несі қанат бар. Үйсіндер мемлекетті басқару жүйесі қаншаға бөлініпті? 3-ке. Қалай? Ол қанат, сол қанат және орталық. Жақсы. Одан кейін әлеуметтік құрылымы бізде 120 мың түтіні, 630 мың адамы және де 188 мың әскері болған. Жақсы. Сіздерге сұрақ. Үйсіндердің әлеуметтік құрылымы туралы қай тарихшы дерек қалдырады? Арияны. Жоқ. Қай тарихшы дерек қалдырады? Қарадыңыздар ма соны? Қарадыңыздар ма соны? Үйсіндердің әлеуметтік құрылымы туралы. Шан-сәннің деректерінен біледі екенсіз әлеуметтік құрылымы туралы. Жақсы, рахмет. Кері байланыс кім жасайды? Кім жасайды? Кім? Не түсінікті, қандай кемшіліктері болды, ойыңызды білдірейік. Нақты жеткізе алды ма бұл топ сізге? Иә. Қандай дерек алдыңыз? Орныңыздан тұрсақ болады. Мемлекеттік басқару жүйесі туралы дерек алдым. Және де әлеуметтік құрылымы, оларда қанша адам, қанша әскер болғаны туралы деректер алдым. Қандай кемшілік айтасыз? Кемшілік көре алдың? Нақты жеткізе алды ма? Нақты, иә? Берілген ескерттер бойынша. Рахмет. Бұл топты бар. Қазір 1 минут. Назарымыз ортада. Бастай қойыңыздар. Территориясы туралы айтатын болады. Үйсіндердің батыс жағында қаңлылар болған. Олар көршілері. Батыс аймағындағы көршісі кім? Қаңлылар. Солтүстік шығыс аймағындағы көршісі? Ғұндар. Территориясы туралы айтып беріңізші біздерге. Жетісуды, Шуды, Талас. Үйсіндердің батыс шекарасы қай өзендермен шектесті? Шу және Талас өзендерімен шектесті. Шу және Талас батыс шекарасы. Одан кейін солтүстік аймағы Балқаш көлімен шектесті. Оңтүстік аймағы Ыстық көл. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай мәлімет айтамыз? Олар Қытаймен шектесіп жатты. Солтүстік батыс жағында тұрды. Қытайлар қай аймағында өмір сүрді үйсіндерді? Қай аймағында өмір сүрді? Мынау қай аймақ үйсіндерді? Оңтүстік шығыс аймағында Қытайлармен өмір сүрді. Батыс аймағында Қаңлылар дейді. Солтүстік шығыс аймағында Ғұндар. Үйсіндердің астанасы қай қала? Қызылаңғар немесе Чигучен. Қай көлдің бойында орналасты?
Қай көлдің бойында орналасқан? Ыстық көлдің бойында орналасқан екен. Жақсы, кері байланыс кім? Мен бұл жақтан үйсіндердің аумағы, яғни территориясының қай жерде орналасқанын және оның көршілері туралы білдім. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Сіздер не туралы сөйлейсіздер? Біз бұл жерде пирамида тарихы, әдіс арқылы үйсіндердің қоғамдық құрылымы жайлы және үйсіндердің басшылары жайлы және тұрғындар туралы айтамыз. Жақсы. Гунмо бұл үйсіндерде мемлекеттің басшысы болып табылады. Мағынасы? Гунмо сөзінің мағынасы? Мемлекеттің басшысы? Гунмо сөзінің мағынасы? Күнби, иә? Үйсіндердің мемлекет басшының лауазымы гунмо, әли мағынасы күнби екен. Жақсы. Келесі сатыда кімдер тұрды? Гунмодан кейін. Екінші сатыда биктер, ру басшылары және ауқатты адамдар болды. Олар көбінесе сарбаздар және шонжорлар болды. Жақсы. Келесі. Және де бұл үшіншісіне келетін болсақ, бұл жерде қарапайым бұқаралар, қарапайым шаруашылық. Және де қарапайым шаруашылық дегеніміз, олар қарапайым шаруашылық ретінде егінмен және де мал шаруашылығымен айналысқан. Олар көбінесе егін шаруашылығы мен мал шаруашылығына жақын болған. Қарапайым бұқара ең соңғы сатысында. Экранға назар аударайықшы. Мынау не? Бұл туралы қандай байланысы бар сендерге берген тапсырма? Ол не, кім айта алады? Екінші сатыдағы рубасылар, солардың мөрі. Мөр екен, иә? Екінші сатыдағы шонжарлар мен рубасылар, әскер басылардың мөрі неден жасалды? Алтыннан, иә? Алтыннан жасалған. Ал қарапайым бұқараның мөрі? Мыстан. Көбінесе саз балшықтан жасалған болатын, иә? Жақсы. Бұл не үшін керек болды, қалай өсті? Өздерінің осы жерде болғанының андай Белгісі. Өздерінің қай жерде өмір сүрген және де мекен еткеніне белгі қою үшін жасалған. Сіз ойыңызды білдіріп көріңізші. Олардың аттары, малдары, солардың өзінің әрқайсысының ерекше мөрі болған, соны белгісі болған. Сол малдарын ажырату үшін. Жақсы, ойыңыздар рахмет. Яғни олардың негізгі әлеуметтік статусын білдірді, иә? Екіншіден негізгі құжаттарда әр статус бойынша олар өзінің мөрлерін ғана қолдануы тиіс болды, иә? Әр сатыдағы адамдар. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыздар. Кері байланыс кім жасайды? Кері байланыс. Отыра қойыңыздар. Ойыңыз білдіре алыңызшы. Мен ояқта гунмо не білдіретінін және де қаншасыншы сатыда екенін білдім. Гунмо деген кім екен? Гунмо деген күнби мемлекеттің бастаушы. Қай тайпаның басшысы? Үйсіндердің басшысын гунмо деп атайды екенсіз, жақсы, рахмет. Жақсы, түлкі персонажы бізде дұрыс жауап берді, 30 мың. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыз. Келесі, жоқ, сіз қалыңыз. Сіз қалыңыз. Кім келеді? Жақсы келдіңіз. Тездетеміз. Жылдамдыққа. Осының Қытай тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді дейді. Өзен, жер, аспан. Түлкі персонажы дұрыс жауап берді, аспан. Жақсы, рахмет. Енді сіз отыра қойыңыз, екі сұрақ қойып дұрыс жауап берді. Жоқ, сіздерден. Сіздің келіңізші. Тез әрбір отбасы өздерінің малын ажырату үшін не істейді? Тез таңдайық, қай вариант? Таңба салды. Екі персонажы дұрыс жауап берді, жақсы. Яғни таңба салған екен, әрбір отбасы өзінің малын ажырату үшін. Келесі сұрақ. Мынаны басып қойсаңдар болады, жылдамдықты көбейтеді. Үйсіндердің өмір сүрген хронологиясы. Таңдаймыз, бір вариант таңдаймыз. Түлкі персонаж дұрыс, иә? Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр, біздің заманымыздың 5-ші ғасыр екен, иә? Жақсы. Келесі сіз отыра қойыңыз, рахмет. Келіңіз.
Болды Нұрбек. Келіңіз. Болды, ә? Тағы бір тапсырма бар бізде. Рахмет. Бұны бастамас бұрын 108-ші бетті ашайық. 108-ші бет. 108-ші бетті танысып шығу үшін 1 минут уақыт береді сіздерге. 1 минут уақыт. 108-ші бет. 108. Бағынлар ұшып кету үшін біз барлық сұраққа дұрыс сәйкестендіру керекпіз. Келістік па? Жақсы, мен бірінші сөзді жіберейін. Сматсян. Мына жерде бізде 5 нұсқа берген қайсысын мына жерге әкеліп сәйкестендіретін едіңіз. Сматсян. Сматсянның еңбегі қалай аталады? Сматсянның еңбегі қалай аталады? Кім көмектеседі? Сматсянның дерегі, келіңіз. Тез-тез жылдам. Сматсянның еңбегі қалай аталады? Келіңіз, тез. Сматсянның еңбегіне қайсы сәйкестіретін едіңіз? Дұрыс, тарихи жазбалар екен, я бізде. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Дұрыс, есімізге түсірдік па? Келіңіз, тез. Сматсянның еңбегі тарихи жазбалар екен, я? Келесі күтіп отырамыз кезекті. Біздің заманымызға дейінгі 107-ші жыл. Бағана біз айтқанбыз, Қаянның тарихы 107-ші. Аққуаны жыры 107-ші жыл жалыпты. Жақсы, дұрыс, рахмет, жарайсыз. Келесі. Кім келен дейді? Жақсы, келіңізші. Сіз келесі шығамыз, е? Келістік қой. Жылдан батайық. Ақпаны бойынша бұны бағана қайталаған жесіндердің күнделікті қолданатын тағамдары қандай екен? Қазір көрейік. Келіңіз. Кел. Келіңіз. Қайсысын белгілейсіз? Так, ақпан дерегі бойынша үйсіндердің қолданатын тағамдары. Еттен сүт тағамдары етін, ә? Жақсы, жарайсыңдар. Келесіздер, келіңіз. Тез жылдан батайық. Қытай тарихшысы Бангудың дерегі. Қайсысы? Екі-ақ нұсқа қалды бізде. Қытай тарихшысы Бангуд қандай дерек қалдырады екен? Байқап көрейік. Үйсіндердің қалалары мен қала атауын келіңіз, көмектесіңіз. Жақсы, отыра қойыңыз. Және соңғы Қытай тарихшысы Суйсун дерегі үйсіндердің қалалары мен қала төңірегіндегі отырықшы мекендері болған деген деректі айтады екен, ә? Жақсы балалар. Енді әдіс арқылы келіп қай бағанда бүгін өздеріңіздің білім деңгейлері сәйкес болды, секірді келіп жабыстырсаңыздар болады. Қай бағаға сәйкес болдыңыздар, оны топ басшыларын анықтайсыздар. Бүгінгі сабақ бойынша қанша балл алғаныңыздар. Тездетейік. Бүгінгі сабақта не дейміз? Секірді түртейік. Бүгінгі сабақтан қандай мәлімет алдық? Секірді аңызайық. Жолдан батайық балалар. Білім деңгейіңіз қай бағаға сәйкес болды? Жақсы, 4 керек. Айып болды дейді. Тез, жылдан батайық балалар. Уақыт тығыз. Жақсы, 5, 4, жақсы, 5-ке лайық болды. Тағы қалма, жапсырдық бақайымыз. Жақсы. Болды ма? Бәріміз үйелдік па? Жақсы. Жақсы, енді үй тапсырмасы балалар. Жақсы, рахмет. Үй тапсырмасы. Назарымыз ортада.
Есімдердің жазба деректері екінші сабағын оқып келу. Есімдердің екінші сабағы. Бұл 100-ге geçі бет. Жақсы ма? Келесі сабақта мұғалімдерге өтетін боласыңдар. Енді бүгінгі сабақты түйіндейікші бала, қысқа екінші сұрақтар бойынша. Сонымен есімдердің басшысы кім екен? Жақсы. Есімдердің батысындағы көршісі? Есімдердің батысындағы көршісі? Қаңлылар, иә? Есімдердің солтүстік сайлауындағы көршісі? Ондар, иә? Есімдер қай елмен қоғамдық байланысты болған? Жақсы. Есімдердің қоғамдық құрылысы бойынша ең төменгі сатыда кімдер тұрды? Қарапайым бұқара халыққа кімдер кірді? Малшылар, егіншілер, қолөнершілер, малшылар, егіншілер кірген екен. Жақсы, тамаша болады, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Көңілдерінен шықты ма? Жақсы. Орнымыздан тұрайық. Бүгінгі атсалысқан барлық оқушыға алғысымды білдіремін. Келесі сабақтарыңа жалпы алдағы өмірлеріңе сәттілік тілеймін, балалар. Жақсы, қол сабақтар